Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше көкөністердің бірі қызылшаның құпияларымен бөлісетін боламын. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Өзінің қанық түсімен бүкіл әлем білетін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылша. Ендеше қызылшаның құпиясына бірге шолу жасайық. Ерте замандарда қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп айтылады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтары ғана емес, тамырларында пайдаланылған. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі, С, В1, В6 дәрумендері, фолий қышқылы бар. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс жегіне, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, ангинаны емдеуге болады. Ол үшін бір стакан қызылша шырынының бір ас қасық балды қосыңызда, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдар мен шектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзгеде қабынған теріні таңып тастауға болады. Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Оның шашы қалың болады екен. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылдырай түседі. Ол ақылды. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз ес сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл. Себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ол бұлшық етті. Өйткені қызылшада бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай аурулар жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальция себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлау керек. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолдамағаныңыз абзал. Сусамыр.
Ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы. Қызылша құрамында бұл ауруларға қарсы көрсетілетін қымыздық қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері бар. Сондықтан пайдаланғанда көңіл бөлу қажет. Қызылшаны қалай пісіреді? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, не өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетте салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Қолданып жүрген әр затымыздың пайдасы мен зиянын біле жүрсек артық болмас. Қазақ тілді арнама қолдау білдіріп тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.